Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, қайырлы саат. Алланың игілігімен сәлемі болсын. Құрметті айна методикасына келіп жатқан тамаша тұлғалар, қадамдарыңызға сәттілік тілейміз. Айна академиясының бір айлық өзіңді тану арқылы өзіңе де, қоршаған ортаңа да, ақыретіңе де сауапшылық жинай бер деген ниетпен өзіңізді танудың ең төте жолдарының біліміне тағы да қош келдіңіздер. Бұл курстың негізгі мақсаты өзіңіздің бойыңыздағы керемет таланттардың, керемет құндылықтардың, Алла тағала беріп қойған лайықты нығметтердің барлығын күнделікті өмірде сәт сайын көре біліп, тани біліп, ала біліп, бойыңызға сіңіріп, қоршаған ортаңызға пайдалы болуыңызға үлес қосу. Курстың негізгі мақсаты 3 форматта, яғни бұл курсқа келудегі ниетіңіз маңызды. Өзіме де, қоршаған ортама да, ақыретіме де пайдалы болайыншы, бойымдағы дартылықтардың көзін ашып, шынайы қаланайыншы, шынайлар қатарынан болайыншы деген жауапкершілігі бар адамға өте тиімді, өзінің нәпсісін жақсылыққа егере алуға, яғни нәпсінің мутмаина дәрежесіне жетуіне және мардия нығметтерін дәрежесіне, яғни нәпсінің радия және мардия нығметіне жетуіне, ешбір нәрсені өзіне иемденбеуге, барлығынікі Алланікі екенін және өзі де Алланың сүйікті құлы ретінде қалана алуына, жаратушысының құлы маған разы болып, мен оған разы болған күйде қайтсын деген нығметті түсіне алуға, айналаның барлығы, болып жатқан әрбір сәттегі әрбір себептер, оны разылықпен қабылдай алудың жолы бар екенін, және күнделікті өмірде өзіңіздің бойыңыздағы дарындылықты, басыңызда болып жатқан түрлі сынақтарды, себептерді мүмкіндікке айналдыру біліміне келіп жатсыздар. Тағы да қош келдіңіздер. Бірінші айтқанымдай ниетіңіз, өз өміріңіздің, өз ісіңіздің, өзіңіздің басыңыздағы жағдайдың жауапкершілігін алу, өз-өзіңізге жауапкершілік алу маңызды. Бұл курстың ережесі. Және курста сіздер Алланың қалауымен жетелеуші видеолық сабақтар аласыздар. Әрбіріңіз терапиялық жетелеу аласыздар, яғни жеке терапия аласыздар, топтық немесе жеке қалауыңызға қарай қарастырылады. Және де ұжымдық жұмыс бар, өзіңіздің тобыңыз болады, арнайы тобыңыздың жетелеуші тәлімгері, яғни кураторыңыз, психосоматолог, практик маман тағайындалады. Ұжыммен бірлесе осы бойыңыздағы барша мүмкіндіктерді бір Алланың разылығын көздеп, бір Алла тағалаға деп арнап, шынайы жұмыс жасауыңызды сұранамыз және сол бағытта жұмыс жасалынады. Яғни бірінші ниетіңіз өз өміріңізге, өз сөзіңізге, өз ойыңызға, осы білімге деген жауапкершілігіңіз, оны игеруге деген жауапкершілігіңіз болуы және топпен бірлесе отырып, ұстаздың және кураторлардың ұсыныстарын қабылдап, бойыңыздан өткізіп, өз бойыңыздағы таза, шынайы, Алла қалаған шын меніңіздің өсіп өнуіне үлес қосу, барша басыңыздағы жағдайды мүмкіншілікке айналдыруыңыз маңызды. Біз сізге сенеміз, бізбен бірге болып, бізге сенім білдіріп, осы әлемге келген қадамыңызға ризамыз, көңіліңізге рахмет, жүрегіңізге ризамыз. Құдай қаласа курста бірнеше түрлі өзіңізді бағдарлай алатын жеке авторлық, терапиялық эфирлар сыйға беріледі. Бұл сабақтардың бәрі сіздерге аманат ретінде, оны еш жерге қолдануға болмайды. Тек қана өзіңіз бойыңыздан өткізіп, өз талантыңызды ашып, және сол сабақтарды аманат ретінде қайта-қайта игеріп, бойыңыздағы Алла берген еміңізге, рухани еміңізге, және рухани емнен таритын нәпсіңіздің еміне, және де жаныңыздың еміне, тәніңіздің еміне қолдану, және айналадағы адамдармен қарым-қатынастың еміне жетуге себепші етілетіндігін жақсырақ тану, соған талаптануыңызды сұранамыз. Сіздерге сенім білдіріп, осы курсты оқуға ниет білдірген барша жақындарыңызға рахмет, ол кісілерден Алла разы болсын. Қолдап отырған жақындарыңызға көптен көп рахмет. Бірінші, әрине, Аллаға шексіз шүкір айтамыз, осы әлемге қадам басып, жол тартып,
мен тағы да жақсы өзімді танайыншы, өзгеріс өзіңнен басталады, өзгеріс өзіңнің ойында деген ұлы ойшылдардың, тәжірибелік нұсқаулардың, ұсыныстардың ақиқатын түсінейінші деп келіп отырған ниеттеріңізге Алла разы болсын. Қайсы бір қауым, қайсы бір адам өзінің ойын өзгертпейінше мен өзгертпеймін деген Алла тағаланың аятына сәйкес ойыңызды тану, ойыңыз ол сіздің рухани күшіңіз екен, таза оны тазалыққа, яғни қалауға, Алланың қалауындағы деңгейдегі игіліктерге қолдануға шақырамыз. Біздің шақыруымызды қабыл алып келгендеріңізге тағы да рахмет. Осы ілім белгілі бір терапиялық және арнайы видео сабақтарда негізделген, барынша ашып, оқып, күнде онымен жұмыс жасап, тәжірибеге айналдыру осы курстың негізгі ұстанымы. Біз сіздерге сенеміз, игі ниетпен психосоматика практика курсының негізін қалаушы, яғни айна методикасы арқылы психосоматикаңызды танып, басыңыздағы қарым-қатынас, денсаулық және де қаржылай сынақтарыңыз, жеке тұлғалық сынақтарыңыздың себебін анықтап, басыңызға кеп тұрған түрлі себептердің жауабы бар екенін, оны мүмкіндікке айналдыратын білімге келіп отырған, және осы білімді жинақтап, пакеттеп, өзінің өміріндегі тәжірибесін, өзінің өмірінен, бойынан, тәжірибесіне өткізіп жатқан адам ретінде сіздерге осы білімді ұсынып жатырмыз. Алланың қалауымен тобымызда 5 тұлғалар жұмыс жасайды. Осы курстың негізін қалаушы маман Майра ханым және 3 кураторымыз бар, Рабиға ханым, Шакира ханым, Эльмира ханым. Кісілер білікті психосоматолог, практик мамандар, әрі рухани ұстаздар. Осы айна методикасындағы барлық техникаларды бойларынан өткізіп, 3-4 ай бойы өздерімен жұмыс жасап, бұл білімнің құндылығын өзінің өмірінде, қоршаған ортасында көріп жатқан қуаныштарымен, жақсылықтарымен және өзіндік тәжірибесімен бөліседі. Енді бұл курстың негізгі сабағын, тәжірибесін қалаған, яғни негізін қалаған айна техникасының авторы Алмагүл ханым ретінде айтатыным, бұл техникалардың барлығын бойымнан өткізіп, жанымнан өткізіп, тәнімнен өткізіп, жалпы нәпсіні жақсылыққа егер алып, саф нәпсіге келуіне, рухани ілімнің, рухани берекенің, рухани жақсылықтың, азықтың келіп, өмірімді нұрландырып, қоршаған ортама пайда етіп жатқан өзіндік тәжірибемен бөлісемін. 12 жылдық еңбегі бар бұл курс сіздерге аманат ретінде беріледі. Бұны бойларыңыздан өткізіп, қоршаған ортаға әр ісінің шебері болып, өздеріңіздің бойларыңыздағы ата-бабамыздан келе жатқан батамен, жалпы сенімділікпен, сіздердің жаңағы разы болып, ризашылыққа жетулеріңізге, сізден адамдар разы болып, Алла разы болып, разы болатын мүмкіндікке жетулеріңізге үлес қосу басты қағидамыз, басты ниетіміз. Ал сіздерге сәттілік, игі ниетпен рухани ұстаз, психосоматолог Алмагүл ханым. Мен сіздерге бақыт тіледім.